Ағылшын жаратылыстанушысы Чарльз Дарвиннің туғанына 215 жыл. Чарльз Дарвин 1809 жылы 12 ақпанда Англияның Шрусбери қаласында дүниеге келген. Ол бай дәрігер отбасы. Роберт Дарвин мен Сьюзанның шаңырағында дүниеге келді. Ол үйіндегі 6 баланың 5-шісі болды. Дарвин жастайынан көбелектер мен минералдар жинауға қызығушылық танытатын. Кейін ол өзінен аң аулауға деген үлкен қызығушылықты байқады. Жастайынан энтомологияға, жәндіктер туралы ғылымға қызығатын. Дарвин бүкіл әлемді шарлағаннан кейін күнделік жүргізе бастады. Онда өсімдіктер мен үй жануарларын сыныптар бойынша бөлді. Ол табиғи сұрыпталу туралы өз идеяларында жазып қалдырды. Түрлердің шығу тегі Чарльз Дарвиннің эволюция теориясын ұсынған еңбегі. Кітап 1859 жылы 24 қарашада басылып шықты және эволюциялық биологияның негізі болып саналды. Кейін Дарвин тағы бір назар аударарлық туынды ұсынды. Ол адамның түсуі мен жыныстық таңдау деп аталады. Жазушы адамдар мен маймылдардың ортақ атасы бар деген идеяны алға тартты. Ол салыстырмалы анатомиялық талдау жүргізіп, эмбриологиялық деректерді салыстырды. Осылайша өз идеяларын негіздеуге тырысты. Чарльз Дарвин 1882 жылы 19 сәуірде 73 жасында қаза болды.